Сәлеметсіңдер ме? Саламатсыздар ма? Жалпы кейбір жандар ойлайды, терапия неше өту керек деп. Сонымен қоса психологтарға терапия өтудің де қажеті жоқ деп ойлайды. Мүмкін барлық адамдарға терапия өтудің қажеті жоқ шығар, бірақ психологтардың өздеріне терапия өту керек емес пе? Психологтардың өздеріне міндетті түрде терапия өту керек. Себебі психолог адамның жанымен жұмыс жасайтын маман болғандықтан, оның өзінің жан жарасы шығып жатпау керек. Сонымен қатар біз әлемдік деңгейде шет елге бағыттап бір өсіп жатқандықтан, біліміміз, деңгейіміз ол бағытта психологтың да бағыты сәйкес келу керек болғандықтан, психологтың негізгі критерийларының бірінде адаммен жұмыс жасайтын психологтың жеке басының терапиясы болғаны дұрыс болып саналады. Дұрыс айтасың, Ақгүл. Өйткені біздер әлемдік деңгейде өзіміздің біліктілігімізді көтеру мақсатта не істеп жатырмыз? Жұмыстаны өсіп жатырмыз. Біз қазіргі 2 ай, 3 ай курстар оқи салып, ақша табамын дейтін психологтардың қатарында емеспіз. Қара, 2 ай, 3 ай оқып, қалай ақша таба алам деп айтады. Егер психологиялық білімнің өзі университетте 4 жыл, 5 жыл уақытты қарастыратын болса, стандартты мен өзім 6 жыл оқыдым. Мен 4 жыл оқыдым, сосын ары қарата магистратура. Клинический оқыдым 2 жыл, 8 жыл кетті. Терапия 4 жыл. Психоанализ 2 жыл оқыдым. Енді соның бар 10 жыл. Одан кейін жаңағы гештальт 1 жыл оқыдым. 11 жыл. Менде де гештальт бар, психодрама 4 жыл. Әлі оқып жатырмыз. Оқу керек та. Бір сөзбен айтқанда. Сонда қараңыздар, қандай ерекшелік болады адамның психикасында? Адам 4 жыл адамның психикасының құрылымы, мінез құлық, таным, когнитивті процестер, жас ерекшелік, адамның белгілі бір диагностика жасау формалары, диагностикалардың ерекшеліктері жас ерекшелікке байланысты, оны қолдану, коррекциялық жұмыстарды жүргізу барысымен белгілі бір аудиториямен жұмыс жасау ерекшеліктерімен танысып шығады. Бұл базалық білім 4-5 жыл көлемінде беріледі. Ол базалық білімнен кейін оның ішінде тағы қарастырылады спорттық психология, отбасылық психология, тағы белгілі бір саладағы психологияның факторлары, еңбек психологиясы деп. Оны бітіреді. Бітіргеннен кейін адамның санасында адамның психикасы құрылымы туралы ақпарат белгілі бір деңгейде болады. Дарындылардың психологиясы, қиын балалардың психологиясы, суицидтің психологиясы, яғни психологиялық базада адам меңгеріп шықты дейік. Меңгеріп шыққаннан кейін уже анатомия біледі, жасуша клеткалардың нелерін барлығын біледі, қан айналу процестерін, сосудтарын тоже біледі и алғашқы көмек көрсету процестерін біледі. Ол мысалы әуеде болса да, ұшақта, пойызда болса, кез келген адамға алғашқы көмек көрсетіп білу керек. Міндетті түрде. Жарақат болсын, түрлі состояние болсын. Дұрыс айтасың. Енді жаңағы базалық білімді алып келеді де, одан кейін белгілі бір терапиялық бағытта жұмыс жасауды меңгереді. Магистратураға бару үшін ол бара алады. Магистратура ол қосымша зарплатаға белгілі бір академиялық білімді алуға мүмкіндік береді. Ол мұнағы айтып отырған врачтар сияқты 5 жыл оқиды да, соң ары қарай бір бағытты таңдайды, сол сияқты бұларда 5 жылдан кейін психологияда да осындай бағыттарды таңдайды. Хирург боласың ба, әлде жаңағы стоматолог, окулист, гинеколог боласың ба, педиатр боласың ба, сол сияқты ары қарай тағы оқисың. Сөйтіп, алдымызға біз адам келген уақытта, клиент келген уақытта, мысалы, мен психодраманы таңдағанда, мен ол адаммен қандай жұмысты, қандай сағаттың көлемінде жасайтынымды білемін. Егер жалпы прием 1 сағат, 1,5 сағат ауыр ситуацияда болатын болса, қабылдап отырса, мен адаммен қандай сахна жасап жатырмын, оның сұранысы қандай, ол қандай нәтижеге келгісі келеді, ол қазір консультацияның қандай деңгейінде, мына сұрақтар арқылы мен оның қандай органына әсер етіп жатырмын, және қандай проблеманың түбімен жұмыс жасап жатырмын, травманы, оны шығарып жатырмын ба, ол шығып жатыр ма, әлде шығып болғаннан кейін оның 3-ші немесе 2-ші травмасы ашылып кетті ма, бір травмасын мен шығарып қалыпқа келгеннен кейін мынаның шеті шығып жатыр ма, оны тоқтату немесе қатыру деп аталады. Сол деңгейге жасадым ба, одан кейін мен оны шынайы өмірге алып келдім ба, сахнасын жаптырдым ба, және қалыпқа келтірдім ба, бұл мүлдем басқа сұрақ болып саналады.
саналады. Сондықтан да құрметті әріптестер, сіздерге тікелей сұрақ: 2 айдың көлемінде сіз қай басыңызға қандай ақпаратты салып үлгересіздер? Мүмкін сондай сырды да бізге айтарсыздар. Мүмкін кейбір мына 14 жыл, 15 жыл меңгеріп жүрген психологияның саласындағы мамандар сіздер сияқты 2 айдың көлемінде Фрейдті, Адлерді, Юнгты, логотерапияның белгілі бір бағыттарын, жаңағы бізде Рубинстамның теориясын, Моренаны, Франклдың барлығын меңгеріп шыға алар. 15 жылдың өзі ойыншықтай болып көрінген уақытта әлі де бұл бағытта терең білім алуды талап етілген нәрсені 2 айда қалай алдыңыздар? Бөлісерсіздер мүмкін аудиторияны, мүмкін ғылымда жаңалық ашарсыздар, және бүкіл әлем жасалып жатқан терапияны жоққа шығарарсыздар. Ол да белгілі бір деңгейде жаңалық қой. Сөйтіп өздеріңіздің авторлық жаңағы терапияның белгілі бір бағытында иеленді деген несін бекітерсіздер. Менің бұл ашуым бір жағынан. Иә, түсініп отырмын. Өйткені қазіргі таңда мен кейбір адамдардан мынандай сөз естимін да, олардың ойынша біреуге кеңес айту, да, бұл ем дейді. Ол емге мен не үшін ақша төлеймін, не үшін мен барамын, да, өзім біліп алып өзім жасай бермеймін ба? Бұл бір аңқаулық па еді, надандық па? Көресі? Бұл аңқаулық па еді, наивность, надандық па? Ол, знаешь, Айгүл, менің тісім ауырып отыр, қазір мен аузымды ашамын да тісімді емдеймін. Менің құлағым ауырып отыр, мен қазір құлағымды ашамын да құлағымды емдеймін дегенде, ол шындап келген уақытта психологиялық жұмыста бейсанамен тікелей жұмыс жасау. Просто көптеген адамдардың, да, көптеген адамдар 70 деп те алайыншы, 70-тен жоғары. Да, мүмкін 75. 75 деп алайын, біздің қазақтың елдерінде болып жатырғанда, психология ол былай қараптан, врачқа не үшін барамыз? Біз әрбір денемізді көрсету үшін, не болып жатыр, анализ тапсыру үшін, анализ тапсырғаннан кейін барып уже қорытынды шығарады, интерпретация дейді, қорытынды шығарады, одан кейін барып соған қарап назначение береді. Сол сияқты, ал психологке просто кеңес алу керек. Ал мана обследование қайда кетті? Менің мына жағдайым, мен ашушаң болып кеттім, соның кезде құлай іздеп беремін, соның диагностика қайда? Неліктен ол болып жатыр? Ол анықталмады ғой. Ал кеңес беретін болса, қаншалықты ол обследование жасамай, просто өзіне кеңес береді. Получается, адамдарда психологке бару тек қана кеңес алумен ғана шектелетін болса, онда 75% халық тек қана сол ұғымда ғана жүрген болса. Ол үшін не үшін айтып отырмын? Маған бірде жекеме бір жігіттен хат түсті. Ол айтты, мен панический атака белгілерін айтты, в общем, да. Мен ол кісіге айтқан кезде, мен WhatsApp-тан ол кісіні емдей алмаймын ғой, да, келу керек болды. Бірақ ол кісі айтты, құрсыншы сізге ақша төлегенше, дейді, бизнес тренердің бір күшті мотивациясы кітабы бар, мен соны оқимын деді. Мен ол кісіге ештеңе айта алмадым, өмір өзінікі. Бірақ ол кісі оны оқыса да, оның состояние лучше болмайды. Это получается, тісім ауырып жатыр, мен стоматологқа не істеймін, кеңес оқи қояйын мына жерден, да, музыка тыңдай қояйын, успокоительный. Болмаса, Айгүл, бұл жерде тағы бір факторды қарастыруға болады. Мысалы, ауыр отбасылық жағдай, үнемі ата-енесінен, жолдасынан соққы алатын келіншектерге белгілі бір мотиваторлардың немесе психологтардың айтқан әртүрлі, қазір көп қой, орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде тыңдады. Әйел адам мындай болу керек, әйел адам мындай болу керек. Жақсы, сондай болуға тырысты. Бірақ зорлық өшпейді ғой. Өшпейді. Сонда бұл тыңдалған уақыт, ақшаның құны қай жерде жатыр деген сұрақ, ол адамдардан сұрағымыз қайда кетеді? Оның барлығы кейін жүре неге барады? Өйткені анау көмектеспеді, мынау көмектеспеді, бұрын істеп жүрген ісіме энергиям жоқ, бұрын жасап жүрген депрессияға барады жоқ. Шындап келген уақытта мүмкін депрессияға апарылғаннан кейін, осындай адамдардың саны көп болғаннан кейін біздің аудитория шамалы болса да оянар. Себебі бізде әрбір жұмыс қай уақытта басталады? Бір белгілі бір жер упырайып қалғанда жүзеге асырылады ғой. Мысалы, терезеден бала құлай бастайды, құлағанды тоқтату үшін терезелерге енді қазірден бастап жаңағыдай бұрайтын нәрселерді жасайды. Суицид көбейгеннен кейін психологтардың белгілі бір біліміне назар аудара бастайды. Мүмкін депрессияға түскен адамдардың саны артқан уақытта да біздің мемлекетте психологқа талап қою, оның критерияларымен санау және санасумен таза деңгейде мамандарға жүгіну мәселесі қолға алынар. Дұрыс айтасың. Қазіргі таңда бізде жер бетімізде ащы шындыққа, мына педофилдарды тоқтатуға мән бермейді. Әбден бар ғой, барлығы болып, өлетін өліп, жасалып болғанда өлген адамның барып
аруағын еске алып бастайды, неге соның кезінде сыйлау, неге кезінде барлығы ешкім өлмей тұрған кезде ғана назар аударып салу деген ақпараттар жоқ. Дұрыс айтасың, психологияда да бізде де бәрі құлдырап, мүмкін депрессиядан статистика көбейген кезде ғана назар алмаса, қазіргі таңда көптеген адам оған немқұрайлы қарайды, және соған немқұрайлы қарауға мына психологтардың көбеюі, оңай ақша тауып өздерінің барлық әшекейлермен, шылтырақтармен қызықтырып, шетелде жүрген болып, кәдімгі сондай өмірді армандап жүрген адамдарға сондай позиция салып, ойларына кәдімгідей өзгерістер енгізіп, оңай ақша салуға болады деп түпкі салаларына енгізіп жатқан солардың да істері бар ғой. Мысалы қара, кеше сен маған істедің, терапия жүргіздің. Шайғанға екеуміз анықтадық. Мысалы, менде не болды? Жұмысқа байланысты переживание болды, мазасыздық болды. Сосын уақытлы енді ұйықтаған жоқпын да. Уақытлы ұйықтамағасын, өзінің зона комфорттан болмағасын, қала ауыстырғасын, оның барлығы маған нагрузка болып жатты да, біріншіден. Мен адам ретінде физиологияда бейімделуге тырыстым. Бірақ не істеді, менің организм көтере алмады мен организм бейімделуге тырыстым, мен организм көтере алмады. Сол кезде менің жөтелім күшейіп кетті, бронхиальный да. Менің сен көрдің ғой паникамды да, қандай болған паникамды. Өйткені менің паникам бұрын бала кезінде әуелде бар, мен саған бөлістім. Әрине, мен өзіме жасай алмаймын оны. Мен өзіме жасай алмаймын. Просто халықтардың өздерінің ойлары бөлісіп жіберіңізші, мен өзіме қалай жасаймын деп айтады. Мен мысалға мамандар бар, таныс мамандарды берейін десем, жақтырмай қарайды. Айгүл, мүмкін осы видеодан кейін өзіне жасағысы келетін адамдарға арнап, біздің елімізде енді коучтар, жаңағы жаңбырдан кейін, жауыннан кейін саңырауқұлақтар сәл толып кетіп отыр ғой. Сол сияқты психиатрияларда толып кетер. Себебі өз-өзіне адам жұмыс жасағаннан кейін ондай емханалардан шығу жақын болып келеді ғой. Ну да. И сонда қара да, мен өзімнің инсайтым да, кәдімгі оқырмандар сіздерге айтып өтіп, Ақгүл ханым маған жасады терапия. И мен мысалы қарап тұрған кезде үнемі мұрным заложить етеді, и сол кезде паникам басталды. Өйткені мен білемін, мұрным заложить еткеннен бастап, мен бала кезден ауырмын. И менде өкпеге қарай кетіп қалады. И өкпедегі кашльмен 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 айдап жүретін кездер болды. Үнемі мен жылы киіп жүремін, жемпір киіп жүремін. Бассейндерге бармаймын, ауырып қаламын, страх, сквозняк ашпаймын. Кейін мен өзім есейгеннен кейін, институт бітіргеннен кейін да, барып терапиялар өткеннен кейін барып, өзімнің қарым-қатынастарымды жасатқаннан кейін, бұл менде жиі ғана түсетін болды. Жылда бір, 2 жылда бір түсетін болды. Это уже прогресс, көресіңдер ғой да. Кешегімен состояние паникамнан басталды да, менде көптен бері болған жоқ. Мен оның алдында қалаға келетін кезде ауырдым, бірақ мен жөтел болған жоқ. Мен просто температура другая была. И тогда мен өзімнің инсайтымда, бөлсем деп отырған, инсайтым мен терапиядан алған. Мен өзім ата-анамның қолында өстім, и мен резко ата-ананы алып кеткен балам ғой, әжеммен, атаммен қоштаспай қалды. И олар қазір өмірде жоқ. И тот момент мен сағынғаным оларды. И анамның қолына келген кезде мен 2 жылу адамды іздедім, бала болып. Да, мен сол кезде бала болған түсінбеген шығармын, бірақ сол кезде бала болған кезде қандай күйді мен қайтадан сезіндім. И мен сол 2 адам болған кезде, олар мен ешкімге қанаттыға шоқыттырмай, кәдімгі аялап өсірген адам, и анамның үйіне келген кезде, ұрсап ет, требовать еткен кезде мен 2 қанатымды, жылуымды жоғалтып, соларды іздей бердім. И сонда мына вирустың 2 жаққа қарай күшейе беруі, мен ішкі жан дүниемде, психология, түпкі санада соларды әлі жүйемен босатпай тұрғаным анықталды. Мен оны санамен түсінгеннен кейін, енді менің организм оны әрине жібереді. Сондықтан я себя чувствую хорошо. Да. Спасибо тебе. Это на самом деле терапия құдіреті. Можно лекарствами пить, потому что менде қашан басталды, это четверг вечером басталды, пятница был ухудшение, суббота пішілдап отырдым, воскресенье, понедельник и только вторник. Мен деген, да, шваб, и только терапия, я чувствую себя намного лучше и бодро и спокойно. Вот. Соған да рахмет сенгеніңе.
біз жай осындай болып қалған соң жасадық. Ал шындап келген уақытта терапия кейде адамның қатты құлазып кеткен жағдайынан сенім табуға, өміріне қайта қарауға, жасалмаған әрекеттер үшін өзін кешіруге итермелейтін мүмкіндік алатын әдістің бірі болып саналады. Сондықтан да ол сіздерге ойыншық емес, ойнайтын, ол қарапайым жаңағыдай ермек қылатын зат емес, мазақ қылып сахнаға жаңағы психологтар мұндай қылып шығаратын да зат емес. Ол кәдімгі үлкен ғылым, ол кәдімгі үлкен терапия. Өкінішті біздің елде әлі ондай саналы тұрпатта бұған беттің тура бұрылмай жатқаны, бірақ болашақта бұрылады деген үміт бар. Себебі қазір соттық диагностиканың өзі осы психолог мамандардың біліктілігін қарап, сол бағытта жұмыс жасай ала ма, жасай алмай ма, сол бойынша жаңағы қорытынды жасайтын деңгейге жеттік. Не дегенмен үміт бар, бірақ үміт күш дұрысталғанша дейін жаңағы жаралы жандардың жаны жарасы көбейіп, қара жәшікке оралғандай шкафтарды толықтырмаса деймін.